Директор қашан келеді? Сол тәдек тездесін деп айтыңызшы. Кесім болмаса әбет болайын деп жатыр ғой. Түстен кейін құдалығым бар қазір. Тәте демеш. Ағаймын ғой мен. Әділбай, Пернебекеш деп айтсай. Болды тәте. Сосын той-пойыңды қой сен. Жынды ма? Акті залға кіргіздік сен. Аппаратураны тапсырдық. Неме тойға тағып жүрсің? Колонкалардың үстінің бәрі салат. Әй, оны нәп маған ұрсып атсыз тәте? Сіз берген тойлар ғой бәрі. Қандай той бердің мен саған? Айтшы, қандай той бердің? Әй, өткенде әпшемнің қызы ұзатылайын деп жатыр, соны жүргізіп беш құдалығын деп өзіңіз не қылып жатсыз ғой? Соған әпшеңізіне барайын деп отырмын ғой. Директор деп кем. Қазір ымдайын бит бастаңдаршы ертерек. Күн ысып бара жатыр. Сау бастаңдар. Баста. Оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі біздің Шымкент қаласындағы ең үздік мектеп, Адам мектебіне қош келіпсіздер. Рәс, бірегі. Кішілері үлкенін аға дейтін, оқушылар ұстаздарын дана дейтін, біздің елдің ұрпағы дара дейтін, бүгінгі мектепке келген ұстаздар мен оқушылар ассалаумағалейкум деп қояйын. Я, дұрыс айтасың, Мержан. Біздің мектептен қанша ғалым шыққан, қанша дарын шыққан, қанша дәрігер шыққан десеңші? Қаншау дей бермей, цифрмен айтсаң, зорбалары дайыналайын. Мержан, көп сөйлей бермей, завучқа тез сөз кезегін берші. Мына мектепке де бір 2 микрофон әкеп қойса ғой, шіркін. Ал, тұлпар мен тұлпар таласа ма, балгерге балгер балаша ма? Ал енді келесі тос көзегін, тілек кезегін, осы мектебіміздің завушы Әділбай ағайға берсем, жараса ма деп қойын, ағай келіңіз ал. Армысыздар қымбатты оқушылар, сен мынауың жұғады екен. Қош келдіңіздер, ата-аналар, оқушылар. Жаңа Қазақстан аузыма тықсай аузыма. Мұна жаңа Қазақстан, жаңа оқу жылы құтты болсын. Мұна біздің Адам мектебіміз талай баланы адам қылған. Сол мұна жаңадан директорымыз келген, іс-сапарымен келе алмай қалды. Дұғай сәлемін айтып жатыр. Жақсы оқыңдар. Мен осы мектептің тәрбие завушы Әділбай Пернебекеш деген үлкен ағайларыңыз болам. Сол жалғастыра беріңдер. Ал енді әрмен қарай ашылу салтанатымызда бірінші сынып оқушыларының мектепке арнап жаттап келген тақпақтарымен жалғасын таппақ. Анеместің ұлаңсың. Туған тілім тіл болда қасайы жүрегімді суырмақ алыңдар. Сиса көлек үстіңе тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Короче, жігіттер, биыл бізге класс жетекші жоқ дейді ғой. Тарт жай ағыңды.
Қалай болады екен ол? Енді өздеріңнен көрсеңдерші, былтыр ғой Замира апай зар қақсатқан. Апай, короче, ақша жинады деп заявление жібергенсің ғой. Негізі, ұяттылық болды сол ше. Мұхит дұрыс айтады. Не сият? Зато апай жоқ кайф. Мұғалімдерін қоя тұрмдарсыңдар. 9-дан кеткен бауырларыңыз бар, білесіңдер ма? Солар келіп жатыр. Сушняк анау-мынауға сабыразма бар. 9 бен 10-дар тұрғанда не керегі бар бізге сабыразм? Бірақ тем айттың я молодцы. Енді ол да ұяттылық болды бір жағынан негізі. Мұхит осы жол тағы дұрыс айтты. Мұхит. Сен қатты ұяласың ба дедім ғой. Біз де бергенбіз кезінде. Олар да береді бізге. Рахымжан, сен өзің қашан дұрыс айтасың? Саламатсыздар ма оқушылар? Не істеп жүрсің біздің сыныпта? Соңғы кезде жаман әбіш кетмеше. Соңғырғанда қыз туам-ау. Қаны балалар тынышталайықшы. Мен сендердің сынып жетекшілерің болам. Енді асықпай, шуламай әрқайсымыз өзімізді жеке-жеке таныстырайық. Апай, мынау Қақаши, мынау Мадра, мынау Шесуй, ал мен Ерлан болам. Так, Ерлан, жарайды келесі. Жүрек қазақтың соғатын Мұхаммеджан алдарды. Атым Сар, Нұргүл мен Нұрмұхаммед дейді. Таныстырсам өзімді, прокурор Ғабиттің қызымын. Мы 4 с 1 класса вместе. Дальше больше, Ковенский бачу, а Султан белый. Атам Райхон, затем Аель. Аслхан черный, а Медин красный. Ассаламу-алейкум. Нұрила деп атымды анам қойған. Жотам. Менің мамам маған кейін көп қыз туған, сосын атымды Назерке қойған. Ол болсын, Умекен деген аттарға обал болыпты да. Мен үйдің үлкені болған соң менің атымды Жамбал деп қойдым. Мен өскеннен кейін өз атымды Балжан деген есімге өзгерттім. Ұлту. Андай просто ұлту емес, ұлту. Мен Ақжол. Ақ балым. Қыздар, жігіттер, короче, жаңа бірдеңесі қалмауға жүргізді тыңдандаршы. Бізге биыл Шәріп деген бір новыйдан ағай келіпті, сол класс жетекші болады екен, представляете? Саламатсыз ба? Жоқ, өздерін ойландаршы. Сіз қалай ойлайсыз? Новыйдан келген ағай 11-ші классқа бірдеңе үйрете аламын деп ойлаймын, а? Енді үйрете алмаса да үйретеді ғой. Үйретеміз. Үйретем-ау. Сол жаңағы Шәріп мұғалім мен ғой. Жеги, не қымат бана? 11-лерге 11 құтты болсын, кіріп шығып ба? Кіріп шығып, жода ме? Қумашы! Қалтыңда артық ақша көп па не? Соны айтам ше. Ой. Жігіттер, менде вообще тиын жоқ. Барлығы қағаз ақша ғой. Жігіттерін өздерін көресіңдер. Жақында кетем мен жарысқа, чемпионатқа. Мә, жігіттер, менде вообще ақша қамат. Тамақ алып қойдым. 10 жыл болды ғой ше, бірге оқыдық ше. Наның тамақтан отказ берген көрмедім ше. Оразада да тығыл барады деймін. Жігіттер, жұтқан жұтамас. Қанша өс, өн, өрле. Но жігіттер, бір мезгілде 2 пираж көрбаған зордай. Не болды? Айтсайшы. Ар жақта 11-лерде қырғын болып отырған. Орнымыздан тұрып, басымызды бұрып, ассалаумағалейкум деп сәлемдестім. Сәлемсіз сөз бастамас әлемде ешкім. Так, қандай еді? Бүгін біздің класста керемет төбелес болып жатыр. Сен жүргеннен сауға ажырақтарға шығарды. Сен яғыз қанан шақырып кетші бар. Әдені сен есесіз бар. Қачқа беранды? Керекті өзіме. Жігіттер, таласа бермеңдер, бәріңе жетем ғой. Есікті ашшы ау. Жүрш, анаяқта қырылып атыр. Сен жылай бермеш болмайтын затқа неге еңіре бересің? Қыздар, араласпаңдар шықыру боласың. Маған әңгіме айтсам, енді мысалы айта аламын саған, үгеме деген сияқты. Мен өзім жүрім ғой, мен қатты білем, мен вообще танымаймын ғой. Охранник келіп ұрды. Әчкейім қақта мен. Мұғалім сыйлай алмайды бұлар. Кім екенімді танытам ғой мен бұларға. Ояныңыз ба?
нормально бәрі. Үйге барып ең шешініп жатырмын, қайтып киім үлгере алмай қалдым ғой мен. Мектеп жақта ой төбелес шықты деді. Өзім допускать еттім ғой. Кім істеді? 11-ші сынып. Айван. Өмір сондай. Баяғыда да мен жетейін деп қой. Қарашы көзің. Саусағыңыз ауырып жатыр ма? Білмеймін. Сен ауырып жатқан жоқ па мерің? Жоқ. Сен не? Фуй. Гүлім деген апай, жаңадан келген. Алдыңғысы декретке кетті. Соның орнына келген. Не істейсің? Шығасың ба жұмыстан? Жоқ, қалуға себеп болып тұрған. Açıldı çanakları